Сәлеметсіңдер ме балалар? Ана тілі пәнінен 92-ші сабақ заттың санын білдіретін сөздер тақырыбын өтеміз. Алдымен ережені есімізге түсіріп алайық. Заттың санын білдіретін сөздерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Мысалы, неше 5, неше 7, қанша 10, қанша 20, нешінші 50-ші. Жақсы. Келесі суреттерге қарайық. Суреттегі балмұздақтың саны нешеу? Дұрыс айтасыңдар, 5 балмұздақ. Келесі неше кітап көріп тұрмыз? Жақсы, 4 кітап. Келесі неше қарындаш көріп тұрмыз? Жақсы, жарайсыңдар, 5 қарындаш. Келесі бірінші жаттығуға қарайық. Санамақты түсініп оқы. Өлеңнің тақырыбы санамақ. 1 дегенім білім, 2 дегенім еңбек, 3 дегенім үміт, 4 дегенім төзім, 5 дегенім берік, 6 дегенім ақыл, 7 дегенім жеңіс, 8 дегенім сенім, 9 дегенім тоқу, 10 дегенім оқу, қажет емес қорқу, білгеніңді балам, көңіліңе тоқу. Авторы Нұрлан Қалқа. Балалар, санамақ мазмұнын өзара талқылаңдар. 1 дегенім, яғни білім. Б әрпінен басталады. 1 дегенім білім деген сөзде Б әрпінен басталып тұр. Яғни, білімді болу үшін әрқашанда еңбек ету керек. Үміттеріңді үзбеу керек. Төзімді болу керек. Берік болу керек. Сол кезде ғана ақылды боласыңдар. Жеңіске жетесіңдер. Өз-өздеріңе сенімді боласыңдар. Көп оқыған сайын ештеңеден қорықпайтын боласыңдар. Әрқашанда білгеніңді көңіліңе тоқып жүру керек екен, балалар? Жақсы. Келесі балалар, өлеңнің соңғы 2 жолын көшіріп жазайық. Білгеніңді балам, көңіліңе тоқу. Балалар, әдемі етіп, көркем етіп жазып аламыз. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Келесі 2-ші жаттығуға қарайық. 2-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып жаз дейді. Бізде керекті сөздер 4, 7, 1-ші. Осы сөздерді көп нүктенің орнына қойып жазуымыз керек. Олай болса, сөйлемдерге қарайық. 1 аптада неше күн бар? Жақсы, 1 аптада 7 күн бар. Келесі, дүйсенбі аптаның нешінші күні? Дұрыс айтасыңдар, 1-ші күні. Келесі, сейсенбі күні неше сабақ болады? Дұрыс айтасыңдар, сейсенбі күні 4 сабақ болады. Жақсы, жарайсыңдар. Енді осы сөйлемдерді әдемі етіп, көркем етіп, дәптерімізге көшіріп жазып аламыз. Жақсы, жарайсыңдар. Жазып болсақ, 3-ші жаттығуға қарайық. 3-ші жаттығу. Тор көздерде берілген әріптерден апта күндерінің аттарын тап дейді. Тор көздерге қарайық. Бұл жерде бізге сейсенбі деген апта күнін қызыл сызықпен белгіленіп тұр екен. Келесі апта күндерінің атауларын табайық. Дүйсенбі, келесі сәрсенбі, келесі сенбі, жұма, бейсенбі, жексенбі апта күндерінің атаулары бар екен. Жақсы, 1 аптада неше күн бар, балалар? 7 күн бар. Жақсы, жарайсыңдар. Енді осы апта күндерінің атауларын ретімен айтып шығайық. Аптаның 1-ші күні дүйсенбі, 2-ші күні сейсенбі, 3-ші күні сәрсенбі, 4-ші күні бейсенбі, 5-ші күні жұма, 6-ші күні сенбі,
7-ші күні жексенбі. Жақсы, жарайсыңдар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Сау болыңдар балалар.